Ақ жол фракциясының депутаттық сауалы қаржы министрі Такеевке. 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап бизнеске бақылаушы органдардың қысымы мен шектеудің маңызды құралы ретінде тәуекелдерді басқарудың автоматтандырылған жүйесі іске қосылды. Бұл контактсыз тексерулерді тағайындауға мүмкіндік береді. Сол себепті жоспарлы тексерулер саны 2 есеге азаю және тиісінше салынатын айыппұлдар азаю тиіс болатын. Қазақстан Республикасы салық кодексінің 145 бабына сәйкес салықтық тексерудің 2 түрі бар. Бірінші, тәуекел дәрежесін бағалау негізінде мерзімді салықтық тексерулер. Екінші, жоспардан тыс салықтық тексерулер. Мерзімді салықтық тексерулер салық есептілігін, сондай-ақ салық төлеушінің қызметі туралы әртүрлі ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді талдау нәтижелері бойынша тәуекел дәрежесін бағалау негізінде тағайындалады. Бұл оны тексерулер жүргізудің жарты жылдық кестесіне енгізуге негіз болады. Яғни, егер тәуекелдерді басқарудың қолданыстағы жүйесіне сүйене отырып, оған жоғары тәуекел дәрежесі берілсе, кәсіпкер тексерілуге жатады. Алайда, кәсіпкерлер түсініксіз себептермен оларға жоғары тәуекел дәрежесін беру туралы хабарлама бастағандығына шағымдануда. Тәуекелдерді басқару жүйесі бойынша қандай да бір тәуекел дәрежесі берілетін критерийлердің жабық бөлігі бизнес пен сараптамалық қоғамдастық тарапынан наразылық туғызуда. Көбінесе кәсіпкерлер мен бухгалтерлер салық берешегінің жоқтығына және есеп беру мерзімі бұзғанына қарамастан, олардың компанияларына неге жоғары тәуекел дәрежесі берілетіндігін түсіндіруді сұрайды. Тәуекелдің төмен дәрежесі орташа немесе тіпті жоғары болып өзгеретін жағдайларда байқалады. Бұндай өзгерістердің себептері кәсіпкерлер үшін жұмбақ. Ал салықшылар ақпараттық жабық сипатына сілтеме жасайды. Қазақстан Республикасы қаржы министрінің 2018 жылғы 20 ақпанында номер 252 бұйрығымен бекітілген құпия ақпарат болып табылмайтын өлшем шарттар бойынша тәуекелдерді басқару жүйесін қолдану қағидаларында тәуекелдердің қорытынды дәрежесіне әсер ететін 13 критерий ашық жазылған. Сонымен қатар, 2018 жылғы 29 желтоқсандағы номер 592 бұйрығымен құпия критерийлер белгіленген. Оның саны да, мәні де, мәтіні де белгісіз. Егер кәсіпкер ашық критерийлер бойынша өзінің әрекеттеріне баға беріп, заңды бұзбауға мүмкіндік алса, жабық критерийлерді қолдану толығымен салықшының қолында. Бұндай жағдай бизнеске өзінің қаржылық шаруашылық қызметінің тәуекелдерін дербес бағалауды жүргізуге және өзінің салық міндеттемелерін дұрыс орындауға мүмкіндік бермейді. Сондай-ақ орасан зор сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін туғызады. Біздің ойымызша, тәуекелдерді басқару жүйесі критерийлерінің құпиялылығы салық кодексінің 6 және 10 баптарында жарияланған салық салудың айқындылық пен жариялық қағидаттарына қайшы келеді. Салық салу мәселелерін реттейтін барлық нормативтік актілерді міндетті түрде ресми жариялауға жатады. Бұл мәселелерді Ақ жол партиясы көптеген жылдар бойы үкіметтің алдында қойып келеді. Соларға жауаптардың бірінде құпия критерийлерді бекіту жөніндегі мемлекеттік кірістер комитетінің актілері ішкі ведомстволық қызметті ғана реттейді. Сондықтан жариялауға міндетті емес делінген жауап келді. Бұндай позициямен келісе алмаймыз. Өйткені осы актілердің салдарынан мыңдаған кәсіпкер тәуекелге бас июде, ал салық органдары өз еркінше тексерістер тағайындауда. Мемлекет басшысы Тоқаев мәжілістің 8-ші шақырылымының алғашқы сессиясының ашылуында салық кодексі және тұтас салық саясаты түсінікті, тұрақты болуға қажет деген болатын. Ал жаңа салық кодексінің презентациясында қаржы вице-министрі төмен, орташа және жоғары тәуекелдерге санаттауды толығымен алып тастаймыз. Сондықтан критерийлерді жариялаудың мағынасы жоқ деп мәлімдеді. Егер салық саясаты осындай бағытта жүргізілетін болса, жаңа салық кодексі қабылданғанға дейін кәсіпкерлерді қорқынышта ұстап отырудың қандай қажеттілігі бар? Әлде осы уақыт ішінде тексерулерді үлдете түсіп, барынша айыппұл салып үлгеру жоспары бар ма? Баяндалғанның негізінде құрметті Мәди Төкешұлы, Ақ жол фракциясы тәуекелдерді басқарудың жүйесінің құпия критерийлерін жариялауды қайтадан талап етеді. Құрметпен Ақ жол фракциясының депутаттары.